Мұғалімнің кәсібилігі ол өз пәнін білуден немесе педагогиканы білуден әлдеқайда кең ұғым. Мұғалімнің жақсы әлеуметтік капиталы болуы өте маңызды. Бұл оның мәдени капиталы. Бұл сонымен қоса оның кәсіби капиталы. Бұл оның адами капиталы. Осының бәрі қосыла келе, мінсіз мұғалімнің бейнесін қалыптастырады. Ондай мұғалім, қайталап айтқым келеді, баланың әлеуетін ашу үшін бәрін бере алады. Шығыс мақалында адамның 3 бақыты бар екені айтылған. Бірінші бақыт – кімнен туылғаның, екінші бақыт – кімнен оқығаның, үшінші бақыт – кіммен өмір сүргенің және өзіңді қалай ұстағаның. Меніңше алғашқы 2 бақыт Гүлнарада бар. Атап айтқанда, ол шынымен өзіне үлгі болған мұғалімдердің ұжымына кіре алды. Өмірімде болған мұғалімдер менің дәл осылай қалыптасуыма ықпал етті. Мен үнемі көп оқитынмын. 95 жылы ауылдан қалаға көшіп келдік. Тәуелсіздік алдық, жаппай қалаға көшу басталды. Сонда ата-анам бізге сапалы білім беру үшін ауылдан Астанаға, сол кездегі Ақмолаға алғашқылардың бірі болып көшіп келді. Яғни ата-анам білімнің балаларға барлық қажет мүмкіндіктерді беретінін және балалардың келешекте сәттілікке кенелетінін түсінді. Бесінші сыныптан бастап мен оларды сынып жетекшілік еттім. Гүлнара өте байсалды, өткір болды мінезі. Сыныпта ол староста болды. Сондықтан балалардың барлығын уысында ұстайтын, өте ақылды, сабаққа үнемі дайын отыратын өзі. Менің көмекшім болды деп айтсам да болады, оң қолым болды. Әр уақытта қандай тапсырманы берсем де, соны сол уақытында орындауға тырысатын. Менің өте жақсы көретін мұғалім апайым болды. Ол үнемі басқа мұғалімдерден кейін үлгісімен, өз-өзін ұстауымен, сабақты қалай өткізетінімен ерекшеленетін. Білесіздер ме, бұл меніңше ағылшын тілін үйрене бастауыма әсер етті. Өйткені ол бізге Шекспирді орыс және қазақ тілдеріне аудартып қоятын. Тереңірек байыбына барып, тілді көбірек біліп және қалай аударуға болатынын түсінуіміз үшін сөйтті. Больше знали язык и могли понимать, как это можно правильно перевести. Ну, то есть в 6-7 сыныпта мұның керегі жоқтай көрінеді. Дегенмен ол әркез өз тәсілдерімен, оқыту әдістерімен жаңа деңгейге көтеретін. Мен негізінен оқушыларға ұнайтынымды байқап, біліп жүретінмін. Сондықтан оларға шынымен үлгі болу үшін әрдайым сырт кейпіме аса мән беретінмін. Себебі балалардың біреуге еліктеуі керек. Оларға ұнайтын әлде бір тұлға болуы керек. Балалар кіргеннен ақ қай баланың әлеуеті қандай екенін аңғарасың. Какой ребенок с каким потенциалом идет. Гүлнара мұғалімнің баласы болғандықтан, бұл ерекше мәртебе. Мұғалімдердің балаларының жауапкершілігі зор. Олар қырағы, ізденімпаз. Гүлнараның ізденімпаздығы алғашқы ағылшын дыбыстарын естігенде ақ байқалды. Ол сондай бір сезіммен мұғалімнің сөзін қуана қайталап отырды. Бұл оған ұнайтыны түсінікті болды. Мұғалімдікке мен негізінде кездейсоқ келдім. Аудармашы болып, ағылшын тілінен орыс, қазақ тілдеріне аударғым келген. Аударма ісіне түстім деп ойлап, ағылшын тілі мұғалімінің оқуына түсіппін. Меніңше мамандықтан қателескен жоқпын. Өйткені 14 жыл бойы оқытушы болып жұмыс істеп жүріп, бұған еш өкінген емеспін. Бұл маған күш, мотивация, шабыт беретін жұмыс.
Мен қандайда бір үміт артуға болатын жарқын студенттердің бірі болдым. Которой можно было возлагать какие-то надежды. Первая моя Алғашқы тобым 2012 жылы бітірді. 30 қыз ағылшын тілін мұғалімі атанды. Мұны өте мақтан етем. чем я очень горжусь. Осы жайттардан кейін бір дүрлігіс болды. Как раз был такой Назарбаев зияткерлік мектептері ашылды және сонда баруым керектей сезіндім. там инновация. Инновациялар, қызығушылық, үздік мұғалімдер жиылған жер. Гүлнар екеуміз бұрыннан таныспыз. Назарбаев зияткерлік мектептері жобасынан бастағанбыз. Ол куратор мен мұғалім болып жұмыс істедік. Ол жаңа мектеп еді. Жұмыстың барлық жаңа әдістемелерін, оқыту әдістемелерін сол мезетте меңгеріп отырдық. Өзін өте жақсы көретін балалардан бөлек ол оқытатын мұғалімдердің саны да көп болды. Оның көптеген авторларды жаңа буын оқулықтарын қалай жазу керектігіне көндіруі керек болды. Как писать учебники нового поколения. Для меня Мен үшін сабақ беру, жалпы сыныпта өткізген уақытым, бұл әрқашан бір серпіліс сәті болды. отдушиной. Бұдан ләззат алам. Это Балалармен жұмыс істеу керемет шабыттандырады. супер вдохновляет. Сергек жүруге көмектеседі. Каждый ребенок Әр бала өзінше бір ғалам. целая вселенная. Олардың Увидеть их моменты. «Иә, бұл қолымнан келеді» деген кішкентай жеңістерін көрген ғажап. Что самое классное, Білесіз бе, мұғалім болудың ең кереметі, сен әрдайым нәтижені көресің. Никто играет, потому что они супер. Максим, я хочу стать. в моей жизни всегда так складывалось. Өмірімде әу бастан солай болды. Маған бәрі де өздігінен келетін. Это не было так. Бұл мен барып көңілімнен шықпайтындықтан оқулықтарды ауыстырам немесе басқа әдістеме жасаймын деген нәрсе емес. Бұл ондай мәнде болған жоқ. Та работа, Жұмыс қолыма өзі келетін. Маған қызықты жұмыс ұсынып, Гүлнара, бұл қолыңнан келеді дейтін. Сосын білек сыбанып, іске кірісетінмін. Оның айналасында директорлар, әртүрлі қарапайым мектептердің меңгерушілері болды. Ол оларға қандайда бір норманы сол мектепте үнемі қолданыста болатын тәжірибеге айналдыруды үйретті. Институционалды органдар, министрліктер немесе қандайда бір басқармалар заң, норма, ереже түріндегі жүйені енгізеді. Мектептерде мұны түсінбеуі мүмкін. Гүлнар оларға осы тәртіптің бәрін түсіндіріп, оны өз мектебінде қалай жолға қоюға болатынын көрсетті. Мұны ресмилік қана емес, шынымен пайда болу үшін әдемі, сауатты түрде жасауды үйретті. Только формальность. Меня повысили. Назарбаев зияткерлік мектебі жанындағы білім беру бағдарламалары орталығында директордың орынбасары лауазымына көтерілдім. Онда оқулықтарды әзірлеу жұмысын ұйымдастыру керек болды. Абсолютно. Алайда бұл қызметке оқулықтарды әзірлеу туралы ештеңе білмеген күйімде келдім. Как раз Дәл осы қысқа мерзімде білім беру мазмұны жаңартылған кезет. Оксфорд, Кембридж сияқты өзге халықаралық ұйымдардың тәжірибесін, сонымен қатар әлемдегі басқа да үздік баспаларды зерттеп, олардың оқулық әзірлеудегі тәжірибесі мен әдісін қолдану керек болды. Они ей поверили. Олар оған сеніп, тамаша оқулықтарды алды. И она еще Ол бұған қоса, басқа жүйелердің халықаралық бакалавриат бағдарламаларын іске асыру жөніндегі үйлестіруші. Бұл істі жіті біледі және осыған байланысты Қазақстанның көптеген мектептері одан кеңес алды. Ол осы мектептерді дәл бағыттады. это как раз тот Ал бұл оны тәлімгер, ментор деңгейіне көтеретін іс. ментора. Подали заявку, как там обстановка происходит? Просто линза по цене то же самое, что и камера. Он аут. Да, это важно. многие Көпшілік қоғамның жартысы делік. Білім алудағы теңсіздік мәселесін бастан өткерді. образовательного неравенства. То есть это Мысалы, ауылдық жердің адамдары ребята бұл белгілі бір нәтижеге жету үшін көп оқыған балалар. результатов. Образование Білімнің маған ықпалы зор болды. Және ауылда туылған, сонда өскен. Ауылдан келген қыз болғандықтан, білім арқылы қандайда бір нәтижеге жеттім десем болатын шығар. могу, наверное, сказать, что добилась определенных результатов. Мен кейде ойлаймын, ол өзі де ауыл мектебінен шықты ғой. Енді мына мектепте оқып жүргенде де
жаңағы мұғалімнің көп жетіспеуі, сосын жаңағы шағын сыныпта оқуы, бір сыныпта 3 сынып отырды. Сол кезде мүмкін ойлаймын, Гүлнараның жүрегінде қалды ма. Мы видим людей, Тіпті бір ауданда, бір тұрғын үй кешенінде, бір қалада тұратын адамдардың білім алуында теңсіздік болуы мүмкін екенін көреміз. Біз байқамай жүрген осындай мәселе бар. Қоғамдық қор хабардарлықты арттыру, білім беру жүйесіне білімдегі теңсіздік мәселесін шешуге дайын жаңа көшбасшыларды келу, оларды педагогикалық тұрғыда қайта даярлау үшін құрылды. переподготовку. У нас всегда была разница между селом и, городом. Бізде ауыл мен қала арасындағы айырмашылық бұрыннан бар. В любой социальной Кез келген әлеуметтік саяси салада бұл айырмашылықпен күреседі. эту разницу. А то, Ал бұл мәселені Гүлнараның көтергені, бұл өзінің осы жолдан өткендігінен болса керек. через этот путь. Ол түскенде біз қалалық мектепте оқымаймыз, аудандық мектепке жатамыз деген алаңдаушылық болды. Қазақстанның әр баласының тең мүмкіндігі болуы және ең жақсы білімге ұмтыла алуы үшін бұл айырмашылықты жою керек. Нашего Казахстана имел равные возможности и мог претендовать на самые лучшие какие-то обучения. Тут у нас описание идет, у нас здесь свободные ячейки есть. 1 миллион, 2 умножаем на 3. Сейчас дети, Қазір балалар жеке тұлғаға қызығушылық танытады. они тот человек, Жай түсіндіре салатын адам қызық емес. Аға, быны қосқанда мынау болады дегенді олар интернеттен ақ оқып алады. Қазір балалар өте көп оқиды, көп қарайды, бәрін өздері біліп алады. если Ал мұғалім өзі қызықты адам болса, он может өзін мысалы жеке тұлға ретінде көрсете білсе, әлеуметтік капиталы, кәсіби, адами капиталы бар тұлға ретінде көрсетсе, осының бәрі оны мінсіз мұғалім етеді. Когда я услышал, Жоба жайлы естігенімде, что оған қатысу қызықты болар еді деп ойладым. но тени сам- Бірақ бұл қандай да бір қияли жоба. Ол орындалмайды деген күмәннің көлеңкесі де болмады. Өйткені Гүлнара екеумізде бірнеше тың жобалар болған, олардың бәрі орындалды. Бәрі өте жақсы, резонансты түрде, әсерлі түрде орындалды. очень большим. Адамдардағы өзгерістерді көрдік. конечно, когда Әрине, жобаны таныстырған кезімде сенбегендер де көп болды. Әсіресе педагогикалық қоғамдастық инженердің мұғалім бола алатынына сенбеді. может стать учителем. Мен мұғалім болу үшін, мысалы 4 жыл оқысам, ал бір инженердің жарты жылда мұғалім болғысы келеді. Бұл мүмкін емес. И до сих пор Сенбеушілік әлі бар. Мұны қалыпты жайт деп санаймыз. Бірақ халықаралық тәжірибені айтқым келеді. есть опыт, Басқа табысты елдердің тәжірибесі бар. где люди Бұдан педагогикалық білімі жоқ адамдардың керемет мұғалім болғанын, бұған қоса білім беру жүйесінде қалғанын, жаңа тәжірибе келетінін көреміз. Жобаға келген саналы адамдар кейіннен әлеуметтік жағдайы күрделі мектептерде жұмыс істейтінін алдын ала біледі. Бұл ауылдық жерлер, шалғай аймақтар. Бұл тіпті қалалық елді мекендерде кездесетін кейбір әлсіз мектептер. Олар бұған келіседі, өйткені өздерінің мұғалім болуға деген тілегінен бөлек қоғамға қызмет ету миссиясын көреді. есть история. Мұғалім болғысы келген, бірақ кездейсоқ экономистке түскен балалар бар. Олар ата-анасының еркінен шыға алмай, экономист болған. Экономистом они стали, потому что мама Өйткені мұғалім болу мәртебелі іс емес еді. учителем. И когда Ал жоба келгенде біреу қалағаным осы еді дейді. Ақырында география мұғалімі атанады. Дүкен немесе кофеханалар желісі бар табысты кәсіпкер болған жігіттер де кездесті. Олардың мынадай ойлары болды. Жалпы өзіме қажеттіні, жеткілікті қаржылық жағдайымды жасап алдым. Ал қоғам үшін не істей алам? Елім үшін не істей алам? Олар осы сұраққа бас қатырып, біздің үміткерлерімізге айналды. Кейбірі кейіннен қатысушыларға да айналды. Кандидатами, и некоторые из них даже стали уже впоследствии участниками. очень же много историй. Мен химияны ұнатпап едім. Сосын осы мұғалім келіп, бірден химияны жақсы көрдім дейтін оқиғалар көп қой. Өйткені сабақ беруге келген адам өзі біріншіден химияны өте жақсы көреді, және оны дұрыс түсіндіріп айтуды біледі. Бұл біздің білім беру жүйесіне шамадан тыс жұмыс істеуге дайын және мұғалім болу, баланың дамуына үлес қосу үшін оқуға, қайта даярлауға әзір.
бұған бей-жай қарамайтын адамдарды әкелетініміздің мысалы. Вносить свой вклад в развитие ребенка. Мы должны решить. 2 третьей степени высказывания. Скобка про эту задачу. Давайте я сам посмотрю. Шынайы мұғалім деген алдындағы оқушының жүрегінен жол таба білетін. Мысалы үшін міне бүгінгі сабақты өттің ба, сол сабақты оқушы түсінді ме, түсінбеді ме, нені білді, нені білмеді. Бірақ кейбір мұғалімдер бұған көз жеткізе алмайды. Сабақты өткізеді, кейбір оқушы отбасының жағдайымен іштей ренжіп отырады. Кейбір оқушы отбасында жаңағы қазір бар ғой, аз қамтылған отбасы дейді. Үйінде дұрыс тамақтанбай келуі де мүмкін. Міне сол кезде қазіргі мұғалімдер көп нәрсеге көңіл бөлмейді. Ықтималды жақсы мұғалім бұл айталық хард скиллы жоқ, өз пәнін керемет білмейтін адам, немесе мектептің білім беру бағдарламасын жетік меңгерген, немесе тарихты жақсы түсіндіретін адам. Бұл бала үшін жақсы мұғалім болуға жеткіліксіз. Мұғалімнің сендіре білуі маңызды. Сенім факторы деген нәрсе бар. Мұғалім баланың өзіне, қабілетіне, арманына деген сенімін оятуы керек. Қандай мұғалімге тап болса, баланың академиялық жолы да солай жалғасар. Мұғалім жақсы болса, мұғалім мейірімді болса, сонымен бірге өз пәнін тереңінен білсе, және бастысы әдістемені жақсы меңгерсе, ол балаға білімді де, құндылықтарды да, дағдыны да үйретеді. Егер мұғалімнің олқылықтары болса, баланы ата-анасы қолдап, демей алса жақсы. Оның қосымша білімі болса жақсы. Ал әсіресе әлеуметтік ахуал төмен аймақтарда мұндай жоқ болса, ол баланың өмірде жетістікке жету мүмкіндігі аздап төмендейді. Немесе бұл мүмкіндік жақсы білімі бар құрдастарымен салыстырғанда біраз уақытқа алыстайды. Других сверстников с благополучным образованием. Білім беру жүйесі біздің елімізде де, әлемде де белгілі бір дағдарысты бастан кешуде. Барлық басқа бағыттар, олар интернеттің пайда болуына, сандық жүйеге өтуге байланысты тез және басқаша жалғаса бастады. Әр адам білім беру жүйесіне ықпал ете алады. Бірақ әсіресе бұл жұмыс істейтін мамандар. Бұлар білім беру жүйесіне бей-жай қарамайтын адамдар. Келешектегі білім беру мәселесі бәрін алаңдатады. Мен де бірдеңе істей алсам, әрине істеймін. Әлемнің картасына қарасақ, біз еуропалықтар да, азиялықтар да емеспіз. Атап айтқанда, орталық Азия. Біздің өз контекстіміз, өз ерекшелігіміз бар. Әйелдер өте еркін, өте бейбіт, өте бейімделгіш меніңше. Және жауынгер рухты. Қазақ қыздары шығыс әйелдер емес, бұл дала елдері. Бұл менен қатты сезіледі. Тіпті орталық Азия елдерін нағыз дала елдері дер едім. Олар тез бейімделгіш, тез үйренуші, нәтижені көздейтін әйелдер. Сол мәдени контекстті, құндылық контекстін, әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерді ескере отырып, қандайда бір тұста құрбандыққа дайын дер едім. Бірақ сонымен бірге өздерін жоғалтпауға тырысады. Менің ойымша, орталық Азия елдерінің бар әлеуеті, бар кереметі әлі ашылмаған. Бұл алдағы 10 жылдықтарда болуы мүмкін.